жандардың бірімін. Сыртта да жүрген кезде айтып қаламын да кейбір жігіттерге ше негізі дәкең душка сияқты араласып көру керек сияқты, бір отырып сыздатып әңгіме айтатын сияқты деген сияқты. Бірақ енді дәке мына жерде жаңа әңгіменің соңында Фатима ханымнан бір кісі сұрап қалды. Сіз ұялмайсыз ба деген сияқты қылып ше, құшақтасып не істеуге. Ол кісі білмеймін, менің естігенім бойынша ол кісі айтып кетті. Жоқ, несіне ұяламын, біз кішкентай адам емеспіз ғой, біз ересек адамдармыз ғой деп. Ол кісі құшақтаған мойындап кеткен сияқты. Бірақ енді бұл жерде дәке сіздің енді мойындамай отқаныңыз ол бір түрлілеу сияқты әңгіме сияқты негізі. Или бұл қыз шыққаннан кейін ба сәл бір басқа арнаға ауысып кеттіңіз ба? Негізі, иә, болып қалған шығар момент деп. Бірақ енді менің үміткерім келді. Мен бұл кісіге деген ойым басқа деп сәл әңгімені бұрып алып кетсеңіз, нұр үстіне нұр болатын секілді. Жоқ, олай айтты ғой Балауса ханым. Бағана ол әңгіме басталған кезде айтты. Менің үміткерім ана жақта отыр, дұрыс түсінбей қалады деп түсіндірген болатын. Наоборот, біздің Дәулет ағамыздың осылай айтып отқаны кішкене қуану керек. Сіздің кішкене ойыңыз біздің қатысушылар айтқаннан өзгермесін, ема Дәулетке байланысты. Дәулет ондай қатысушылар түсіндіргендей жаман адам емес негізі ше. Шынымен жақсы адам кәдімгідей. Просто енді ана жақта біз болған жоқпыз, бірақ айта алмаймыз ол нәрсені шынымен. Бірақ бағана сіздің көңіліңізде ойлап отыр. Мен үміткерім дұрыс түсінбей қалады, мен үміткерім бар, оның ойына қараңыздар, көңіліне қараңыздар деп отыр. Сондықтан сіздің ойыңыз жаман жаққа ауыспасын деп айтып. Жоқ, Бекзат, иә, дұрыс қой негізі, бірақ Бекзат негізі ағыстан андай керісінше сөзіңізді бөлейінші, қазір жалғастырасыз міндетті түрде. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін